Сәлем достар, бүгін біз Redmond RMK 231 мульти ас әзірлегішінде палау дайындаймыз. Redmond компаниясының өзі аспаздары дайындаған рецепт бар, сонымен де дайындауларыңызға болады, немесе өзіңіздің күнделікті дайындап жүрген рецептте дайындауға болады. Сонымен біз бүгін сәл 20 минут уақытты созып, негізгі шеф-поварлардың дайындаған рецептінен кішкене алдын ала қорып алып, палауымызды дайындаймыз. Бізге қажетті нәрселер: ет қажет, майлырақ ет, құйрық маймен болса тіпті жақсы, пияз керек, сұйық май, тұз, сәбіз, күріш және су керек болады. Күрішті неше кесе алсаңыз, соған 2 есе көп етіп суыңызды аласыз. Күрішті 6-7 рет кем дегенде жуып, әбден суы мөлдір болғанша жуып, кептіріп, суын ағызып дайындап қоясыздар. Сонымен біз бастаймыз. Сағат режимін басу арқылы жарқа, яғни қору режиміне басып, стартты басамыз. Продуктты таңдаймыз, ет болады және стартты басамыз. Сұйық майымызды құямыз. Палау майлы болған сайын өте дәмді болады. Менде қазір 3 кесе күрішке 120 мл сұйық май. Егер сіздерде артық болып кететін болса, майыңыз ол міндетті түрде қазанның түбінде қалады. Және майымыз кішкене қызу керек. Майымыз кішкене қызды, енді оған мұндағы құйрық майларды салып, кішкене шыжғырып аламыз. Сонымен біздің майымыз шыжғырылды. Неке ақырын-ақырын осылай сарғая бастаған кезде бізге жеткілікті. Кейбір жерлерде, палау дайындайтын жерлерде құйрық май емес, құйрық майдың орнына іш май қосылған байқауларыңызға болады дәмінен. Осы шығарылған майдың үстіне етімізді саламыз. Алдын ала жуылып, турап қойған етіміз, сиыр еті мен қой еті. Он 15 минут көлемінде ет өзінің сөлін бөліп, ол сөлі тартылғанша қуырып аламыз. Қақпағын жаппаймыз. Сонымен етіміз жақсылап қуырылып болды. Енді оның үстіне сәбізімізді саламыз. Көпшілік пиязды салу керек деп айтуы мүмкін. Олай да болады, бірақ бұл Redmondта өте сәбіздің түсі шығу үшін пияздан бұрын сәбізді саламын. Палау істеген кезде естеріңізде сәбізі молырақ болған сайын дәмдірек түседі. Еттен гөрі сәбізіңіз 2 есе мол, пиязыңыз еттен 1,5 есе мол болғаны жөн. Сәбізімізді әбден қуырылғанша қуырамыз. Сонымен біздің сәбізіміз жақсы қуырылды. Майының түсінен білулеріңізге болады, сарғайып көрінеді. Және оның үстіне пиязымызды саламыз. Жақсылап араластырып, пиязымызды да бір кішкене сөлін бөлгенге дейін қуырамыз. Пиязымыз жақсылап қуырылып болды. Ішінде ешқандай сөл қалмады. Майдың өзі. Ендігі кезекте бұған 1 ас қасық тұзымызды салып, палаудың тұзы көптеу болған сайын дәмі жақсы бола түседі. Және күрішімізді саламыз. Қаншалықты суы ағып, құрғап қалғанын көріп тұрсыздар. Етін бір тегістеп жіберіп, менде мұнда 3 кесе
күріш 5,5-6 кесе су құятын боламын. Бетін бір тегістеп жіберіп, жабамыз қақпағын. Енді жою режимін беріп, сағатты басу арқылы палау режимін таңдаймыз. 1 сағатты береді. Уақыт және температураны таңдау арқылы біз сағатты азайтамыз. 45 минутқа қоямыз және стартты басамыз. Және біз 45 минут бойы болған бетін ашып, немесе басқа да бір әрекеттер жасамаймыз ешқандай, өздігінен пісіп тұрады. Ас әзірлегішіміз бізге уақыттың аяқталғандығы туралы белгі берді және қыздыру режиміне көшті. Отменамен өшіреміз. Және мұндағы іске қосу тетігі арқылы да өшіріп, араластырып салып аламыз. Күрішіміз жақсы сарғайды. Алдымен жақсылап араластырып аламыз, буын бұрқыратып тұрып. Көріп тұрғандарыңыздай жабыспаған бір-біріне ешқандай. Кәдімгі қазанда дайындағаннан қарағанда палауыңыз жабыспай шығады. Себебі аузының қақпағының беріктігінде болса керек. Сонымен салып аламыз. Беретін қонағыңызға қарай үлкен тәрелкеге, кісіңізге санына қарай үлкен тәрелкеге немесе кішкентай тәрелкеге ұсына беруіңізге болады. Достар, сонымен біздің палауымыз дайын. Redmond RMK 231 мультикухнясында ешбір алаңдаусыз осындай палау дайындауға болады. Астарыңыз дәмді болсын.